Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе Айдана Аскаровна? Қалдарың қалай? Жақсы. Ол өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Сүйемін туған тілді, анам тілін. Бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілмен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным жаным деген, сол тілменен бірінші білгізілген ана деген сүйгендік сөз һәмменен деп ақын Сұлтан Махмұт Торайғыров жырлағандай, әрбір адам баласының өзінің тілі, діні, ділі бар. Туған тіліміз, ана тіліміздің мәртебесін көтеру әрбір қазақ елінде тұрып жатқан азаматтың борышы деп білемін. Біз туған тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін қалай көтерсек болады? Әрине, біз ұлттық құндылықтарымыздан, ауыз әдебиетімізден бастау алып байланыстыруымыз қажет. Бүгін мен сіздермен осы туралы ой қозғамақпын. Әр ұлттың өзіндік ерекшеліктері, салт дәстүрлері бар. Бүгін мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бесікке салу дәстүрін көрсетпекпін. Халқымызда тәрбие тал бесіктен басталады деген ұғым бар. Қара шаңырақтың киелі мүлкі саналған бесіктің балаға тигізер пайдасы мол. Кәнеке балалар, бірге қайталайықшы. Бесік. 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 Сәбиді бесікке бөлу мәртебелі, қасиетті дәстүр болып есептеледі. Баланы бесікке бөлу арқылы анасы тілек айтады, тілек тілейді. Үлкен азамат пен азаматша болып өскенін қалайды. Бесік жырын шырқайды. Бесік жыры арқылы баланың бойына тәлім тәрбиені сіңіреді. Кәнеке балалар, келеміз маған. Бесікке қарай жақындаймыз, міне баламызды біз бөлек қараймыз. Бала бесікке жатқанда ұйқысы тыныш болады екен балалар. Енді құрметті ата-аналар, сіздерден сұрағым келіп отыр. Сіздер бесік жырын білесіздер ме? Ибрагимнің анасы жауап беріп кетсеңіз. Бесік жыры. Әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін, байқұтанның құйрығын, жіпке тағып берейін. Қандай тамаша! Балалар, сендерге ұнады ма? Иә. Тағы да қандай салт дәстүрді білесіздер? Бөлісе отырсаңыздар. Иә, Михрайдың әкесі жауап беріп кетсеңіз. Когда родилась Михрай, мы проводили традицию ат-тою. Собрались близкие родственники, позвали муллу и азан шақырып поставили имя. После традиция Харканан Шагаро. Собрались родственницы, женщины, специально покупали 2 чашки, ложки. В эту чашку набирается вода, и туда кладут всякие драгоценности и деньги, монеты. С одной чашки в другую переливают воду, желая свои пожелания. И после в этой воде купают новорожденного ребенка. Также далее идет традиция Сау-Кесер, обряд, посвященный малышу, когда делают для того, чтобы он быстро встал на ноги и делал свои первые шаги. Делается это примерно, когда ребенку исполняется 1 год. Қандай тамаша! Қанекей балалар, бірге қайталайықшы салт дәстүрлерді. Бесікке салу. Бесікке салу. Қырқынан шығару. Қырқынан шығару. Тұсаукесер. Тұсаукесер. Жарайсыңдар балалар. Қандай тамаша! Құрметті ата-аналар, бүгін сіздермен жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Сіздерге үлкен рахмет. Балалар, сендерге де рахмет айтқым келіп отыр. Қорыта айтқанда, тәрбиеленушілерді ата-баба салт дәстүрмен тәрбиелеп, өнегелі ұрпақ өсіру, мектепке дейінгі ұйым қызметкерлері мен ата-аналардың ортақ міндеті.